Турлин Айдар Дүйсенбайұлы, 36-352 әскери бөлімінде келісім шарт бойынша қызмет етемін. Механик жүргізуші. Бұл осы әскери бөлімге 2013 жылдың мамыр айында келдім. Өзім шешім қабылдадым, кетемін дедім әскерге. Сөйтіп оқу бітіргеннен кейін 1 жыл жұмыс істедім. Сосын әскерге шақырды. Тез өтіп кеттім медкомиссияны. Үй іші жылап, мен 2 ағам бар, екеуі де әскерге бармаған. Біреу 83, біреу 86 жылға. Олар бармаған, мен үйдің кенжесі болғаннан кейін мамам жылап, қайда кетіп барасың, мені тастап. Уайымдама, 1 жылға әскер деген, түк қиындығы жоқ. Сонымен Жамбыл облысы Атарға кеттім. Атарда службада 1 жыл дегенде өтіп кетті. Түкке білінбейді. Біз 1 жылдықта хат жазатынбыз үйге, басында барғанда. Кеш воскресенье күндері былай демаласың, целый день казармада тәпішкемен жүресің, фотоға түсесің, фото жібересің үйге, хат жазасың, сағыныш хат деп. Сосын осында келдім. Документ жинайсың, призывать етілесің ғой, тағы да әскерге шақырылғандай. Отношение аласың, документ жинайсың, анкета толтырасың, психотест тапсырасың, медкомиссия өтесің. Соның бәрін өтіп, қол қойдық, келісім шартқа. Контракттен қорқатын ештеңе жоқ қой, наоборот, отаныңа қызмет етесің. Құдай сақтасын, егер соғыс кезінде біз уже жаңағындай жас мамандар келеді ғой, соларды дайындаймыз, мысалы атудан, қару-жарақты қалай қолдану керек, қалай техниканы жүргізу керек, жаңағы боевой техникаларды. Танк бар мұнда, ПТМ, солар жүргізудің бәрін үйретесің, қалай қолданады, қалай атады. Сол үшін ғой контракт. Казармада енді жаңағы тренажерный комната бар, өзің көргендей. Психологический демалатын комната бар. Арнайы нарядтар демалатын комната бар. Және мына сарбаздар жататын комнаталар бар. Құдай қаласа енді көреміз ғой. Бір орында тұра бермейсің ғой, тоже. Ауысасың, үйтесің, бүйтесің. Өсесің, дәрежең өседі. Уже стажың болады. Соның бәрі 45 жасқа дейін. Еще мұнда год за 1,5, 1 жыл істесең, стажың 1,5 жыл болады. Көрдің бе? Год за 1,5, 2 жыл істесең, сен уже 3 жыл жұмыс істедің деген сөз. Сонымен 45-ке дейін істеп, 45-те пенсияға кетесің мысалы. Пенсия негізі 63 қой қазір ер адамдарға. Амында 45-те кетесің. И дальше 45-теген уже былайырсың, жассың ғой 45-теген не ол? Басқа тірліктермен өз жұмысымен.